Мен зерттеушімін байқауына қатысушылар, Манашы бөбекжайының тәрбиешісі Айнұр Ізбасар қызы, және де менің тәрбиеленушім Қаржаубай Айдана. Қаржаубай Айдана. Айдана, мұнда не тұр? Мұз. Мұз тұр. Келші, кәне мұзды ұстап зерттеп көрейік. Мұз қолыңа ала ғой. Мұз қандай? Салқын. Салқын. Дұрыс айтасың. Айдана, сен ыстық мұздың бар екенін білесің бе? Жоқ. Неліктен деп ойлайсың? Мұз өйткені ыстық болмайды, шынында да. Иә. Ол ыстық болса не болады? Еріп кетеді. Еріп кетеді, дұрыс айтасың. Айдана, солай ойлайсың ғой, Иә. ендеше ыстық мұзды мен саған жасап бүгін үйретейін. Бізге ол үшін үй жағдайында жасаймыз. Ол үшін бізге ас содасы және сірке суы керек болады. Біздерге қауіпсіздік үшін бізге сірке суының иісі өткір болғандықтан бетперде міндетті түрде тағуымыз керек болады. Бетпердені тағып алдық, қолымызға қолғаптарды кидік. Ал қазір енді бастаймыз. Осындай ыдысымызға екеуін араластырып жасайтын боламыз. Айдана, құямыз. Нені құйып жатсың? Сірке суы, сірке суы. Ал оның үстіне ас содасын саламыз. Қандай жағдайда? Көпіршіктеніп жатыр ма? Иә. Көпіршіктеніп ертіндіге айналып жатыр екен. Ендеше бұның бетін жауып, кішкене уақыт барлық ас содасы еріп болғанша бетін жауып қоя тұрам. Мінекей барлық ас содасы еріп ертіндіге айналғанда қандай күйге енеді екен? Көрші қане сен. Қасықпен. Қандай мынау? Қандай сен? Неге ұқсаған? Қарға ұқсай ма? Иә. Қарға ұқсайды. Тәтті секерге де ұқсайды, иә? Иә. Балалар, бұны жеуге болмайды, қолмен ұстауға болмайды. Ендеше Айдана, осында біз ыдыстарға салатын боламыз. Кәне, қасықты. Сен мынаны ұстап тұра ғой. Маған көмектес. Банышқа жасамас бұрын қайнаған судан кішкене алып құямыз. Тамшылатып жібереміз. Енді осы қайнап тұрған суға, судың парына осындай ұстағыштың көмегімен ұстайтын боламыз. Айдана, мұқият боламыз, жарай ма? Айна ішіне салып ұстай ғой. Апайымыз қашан шығар? Қазір Айдана кішкене күтеміз, иә? Мінекей қарымыз будың көмегімен еріп суға айналды. Енді бұның қақпағын жауып, бөлме температурасында салқындатып аламыз. Мінекей, осындай бізде мұз пайда болды. Айдана, мына мұзды енді қолмен ұстап көреміз. Манағы мұзға қарағанда бұл мұз ыстық па, салқын ба? Ыстық. Ыстық екен. Демек, ыстық мұз бола ма екен? Иә. Ыстық мұз да болады екен, иә? Иә. Жарайсың. Айдана, бүгінгі тәжірибеміз саған ұнады ма? Иә. Жарайсың. Балалар, үй жағдайында бұны жасап көру үшін үлкендердің көмегіне жүгінеміз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.